саяси әлеуметтік реформаларды жақсарту үшін, экономикалық мәселелерімізді көтеру үшін біріншіден халық пен биліктің арасындағы диалог орнауы керек. Екіншіден жоғарғы билік басындағы өкілдер мен бизнес элитада және сонымен қатар қарапайым халықтың арасындағы байланыс айтылған немесе жазылған арнайы жаттанды түрде емес, нақты ресми тұрғыдан көрі нақты шынайы түрде болуға тиіс. Бұл жолда жалпы жастарға, әсіресе қалыптасып келе жатқан жас буын өкілдеріне және сонымен қатар саяси процеске бұрын қалыптаса қоймаған, жаңадан келе жатқан саяси аренаға шыға қоймаған бұрынғы дүниелерден, бұрынғы қалыптасқан проблемалардан бөлек жаңа бір толқын өкілдерін тәрбиелеп шығаруымыз керек, жас кадрларды. Осылардың нәтижесінде ғана біз жаңа Қазақстанды құра аламыз, жаңа Қазақстанның бағыт бағдарын әрі қарай дағдарысқа жолықтырмай әрі қарай жетілдіре аламыз ғой деп ойлаймын. Нақты бағыттармен жұмыс жасау керек. Ол бұрынғыдай қалыптасып қалған жыл сайынғы дотацияның немесе басқа дүниені бір бағытта ғана болатын, ондай дүниеде емес. Енді бүгінгі таңда нақты жұмыс жасап жатқан, нақты іс жасап жатқан, жалпы бағдарламалардың жолын көрсете алатын ірі жалпы ойы нақты және бұл осы мәселелерді шеше алады деген жаңадан келе жатқан инновациялық мәселелерді көтеру керек және қолдау керек, және ол тек қана белгілі кәсіпкерлерге немесе қалыптасып қалған кәсіпкерлерге емес, жаңадан келе жатқан жас буын өкілдеріне қарай баса көңіл аудару керек. Қарапайым халық философиясына қарай көңіл бөліп, сол арқылы біз орта және шағын бизнесті көбейте аламыз.